Екі көз не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қол не үшін керек? Еркелету үшін. Екі құлақ не үшін керек? Ақылы кеңесін тыңдау үшін. Ал екі аяқ ше? Шектен түссе оңай айту үшін. Ал балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақты еске түсіру үшін мен сендерге балалар тест тапсырмаларын таратамын. Тест тапсырмаларда бірінші аты жөнімізді жазамыз, содан кейін дұрыс жауапты белгілейміз. Балалар, тестті белгілеуді білеміз ба? Басқа да сабақтарда біз белгілеп үйретеміз. Содан қарандаш аламызда оқып отырып дұрыс жауабын белгілейміз. Дұрыс жауабын дөңгелеп белгілейміз. Оқып отырып ішімізден жарайды. Кенжебектен Азамат қандай балалар екен? Жандос. Бір-бірімен жандос, иә? Жандостар қандай болу керек? Бірлеседі. Тамаша, айта беріңдер. Бір-бірін не істемейді? Алдамайды, бір-бірін ренжітпейді. Бір-бірін көмекке келеді, иә? Ондай достарды қандай достар деп айтамыз? Бейне балалар, адал достар дейміз, иә? Адал достар әрқашанда өтірік айтпайды, бір-бірін алдамайды, бір-бірінің затын қорламайды, біреудің заты түсіп қалса, оны алып өзіне не істейді? Қайыр береді. Олай болса балалар, біз адал елдің ұрпағымыз. Қазақтың адалдық жайында өзіндік пайым түсінігі туралы Ұлы Абай алдап қоспай, адал еңбегін сатқан қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол дейді. Олай болса балалар, адалдық туралы кім мақал мәтел біледі екен? Қазір адалдық, дос туралы мақал мәтел айтамыз, иә? Олай болса мен мақал мәтелді басын айтам, сіздер жалғастырыңыздар. Асылдың бірі Мирас айта ғой. Адалдық. Өте тамаша. 100 сомың болғанша айта ғой балам. 100 сом. Өте керемет. Ал балалар, бұл видеода тақтаға қарай. Мына жерде мен сөзге қойдым. Мына жерде мына не? Екі мына жерде адал достың бойында кездесетін қасиеттер бар. Осы жақсы қасиеттерді сүзгіден өткізіп, сандыққа саламыз, иә? Кім салады екен? Келе қойсын, келе қойсын. Келе қойсын. Не деген сөз ол? Тағы тез-тез келеміз. Мирас келе қойсын. Келе қой. Келе қой, қазір.
Senimdir şunşul söyleyim erdir ardan şunşul